Muqallib KZ Media portali sunadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Ассаламағалейкум, құрметті біздің каналымыздың тіркелушілері. Алла тағала сіздердің барлықтарыңызға мол сауабын, рахметін жаудырсын. Бізде бүгін ерекше қонағымыздың есімі Амр Ахмад. Ол біздің студиямызға келген қонақтардың ішіндегі ең жасы. Алла тағала оны және оның отбасын өзінің мейіріміне алсын. Машалла, ол Құранды толық жаттаған хафиз болды, және де біз одан бүгін сол туралы сұрайтын боламыз. Амр, ассаламу алейкум. Амр, сен қазір қанша жастасың? Мен 11 жастамын. Ал сен Құранды жаттап болғанда қанша жаста едің? Мен Құранды 10 жасымда жаттап бітірдім. Сенің Құранды жаттауыңа себепкер болған кім? Менің анам. Анам менің Құранды жаттауыма көп себепкер болды, және менің Құранды жақсы оқып, жақсы жаттауыма көп көңіл бөлетін. Анаңа Алланың нұры жаусын. Ал сенің Құранды үйрететін ұстаздарың, шайхтарың болды ма? Жоқ, олай емес. Мен аптасына 40-30 минут қана ұстаздың алдына барып, Құран оқу ережелерін үйренетінмін. Ал ұстаз оқу барысында менің қателерімді дұрыстап отырды. Мен бұл дәрістерден тәжвидтің негізгі ережелерімен бірнеше сүре жаттадым. Бар болғаны осы. Ал арнайы махраждан, Құраннан сабақ алу болған жоқ. Аллаху акбар. Демек, саған Құранды толық жаттатқан ол сенің анаң. Иә, Аллаху акбар. Ал сен Құранды жаттап бастағанда неше жаста едің? Мен Құранды 2 жастан бастап жаттадым. Ол кезде мен 2 жасқа енді толған кезім. Анам маған Құраннан бірнеше сүрелерді тыңдататын. Негізінен ерте жастан барлық нәрсені жаттау өте оңайға соғады. Сол себептен де мен 2 жасқа дейін Ясин және тағы да басқа бірнеше сүрелерді жаттап алдым. Ал мен 4 жасқа толғаннан кейін сүрелерді рет-ретімен жаттай бастадық. Нас сүресінен Бақара сүресіне дейін. Сосын мен 10 жасқа толған кезде Құранды толық жаттап алдым. Амр, ал сен 6 жасыңда қанша пара Құран білдің? Мен 6 жасымда 4 парадай Құран білдім. Иә, Аллаға шүкір. Анам мені барлық уақытта Құран жаттауға ынталандыратын. Менің есімде қалып қойыпты. Бірде анам маған өзі жазып белгілеп жүрген күнделігін маған көрсетті. Ол жерде 2013 жылы 3 наурызда мен балам Амырға 6 жылдан кейін Құранды толық жаттап шығуына көмектесемін. Бұл менің жоспарым, деп жазып қойыпты. 6 жылдан кейін дәл сол күні 2019 жылы 3 наурызда мен Құранды толық жаттап біттім. Құрметті көрермендер, біз Алла тағаладан аналарымыз бен әпке қарындастарымыз осыдан үлгі алса екен деп тілейміз. Амрдың анасы алдына мақсат қоя білді, табандылық танытты. Осыған назар аударайықшы, және біз оның нәтижесінде көріп отырмыз. Өткен жылдан бастап Амр менің орталығыма келе бастады. Сен менің орталығыма келіп жүргеніңе бірнеше жыл болды ғой, солай емес пе? Иә, 2018 жылдың қыркүйегінен бастап қой деймін. Ол кезде арасында келетімін. Ал былтырдан бастап жиі бас сұғатын болдым. Менің есімде, бірде ол маған келіп, намазда имамдыққа шықсам екен деп өтініш айтқан болатын. Бізде ол кезде имамдыққа шығуға дайын болған бірнеше жігіт болатын. Кейде біз оларға сондай мүмкіндік беретінбіз. Бұл жерде үлкен жамағат жиналады. Мельбурндағы ең үлкен жамағаттардың бірі. Сол сәтте мен Амрға, менің ұлым Омарға барып, Құран тапсырып көр. Ол сенің даусында ғана емес, Құранды қаншалықты жаттағаныңды тексеріп көрсін деп айтқаным есімде. Кейін менің ұлым Омар келіп, Амр жарайтындығын айтты. Сосын мен оған мүмкіндік берейін деп шештім. Субханалла, ол 3000-нан астам жамағаттың алдында Құран оқыды. Ал ол адамдардың барлығы да елжіреп кетті. Олардың көздерінен жас тоқтаусыз ақты. Барлығы да келіп Амрмен суретке түскісі келді. Машалла, кейіннен Амр Құранның барлығын толық жаттағанын естідік. Ал сен анаңның саған Құран жаттауда пайдаланған әдіс-тәсілдерін бізбен бөлісе аласың ба? Алдында айтқанымдай, барлығы 4 жасымда басталды. Басында анам аптасына 2 бет Құран жаттауды мақсат етіп қойды.
Әдетте біз жексенбі күні бастайтынбыз. Жексенбі күні күндіз мен 2 бет Құранды жаттауға кірісетінмін. Дүйсенбі күні өтетін, сейсенбі күні өтетін, ал сәрсенбі күні анам келіп, менің 2 бетті қалай жаттағанымды тексеретін, және менің қалай дамып жатқандығымды байқап қоятын. Бейсенбі күні қателікпен жұмыс күні. Алдыңғы күндерде пайда болған кеткен қателіктің барлығын сол күні түзетіп отыратынбыз. Жұма күні анам емтихан ұйымдастыратын, ал сенбі күні алдында айтып өткен ұстазымның алдына барып, жаттаған Құранымды тапсыратынмын. Ол маған жаттаған Құранымдағы қателіктерді, әріптердің дұрыс шығу жағын барлығында реттестеп, дұрыстап беріп отыратын. Адамдардың көпшілігі бір күнде 2 бет Құран жаттайды. Кейін оны тапсырады, ертесіне тағы да 2 бет Құран жаттайды. Егер бұл әдіспен жаттайтын болса, алдыңғы күнгі жаттаған Құрандарының көпшілігін ұмытып қалу ықтималдығы бар. Сол себептен де анам маған бір аптада 2 бет қана Құран жаттататын. Оны сол аптада миға толық қондырып жаттап алуға болады. Біраз уақыт өткеннен кейін біз жаттаған Құранды жарты парадан қайталауға кірісетінбіз. Анам әр апта сайын жарты парадан қайталатқызып отыратын. Сондықтан да мен әр аптада жарты беттен Құранды қайталап отырамын. Кейіннен жарты парадан бір параға ауысып қайталайтын болдық. Ал сенің анаң Құран жаттауға деген қызығушылығыңды қалай оята алды? Өйткені жас балалар ойын ойнауға, доп тебуге, электронды ойындарды ойнауға құмартады ғой. Ал сенің анаң, Алланың нұры жаусын, сені қалай қызықтыра алды? Ол менің Құраннан басқаға алаңдамауыма көп көңіл бөлетін. Бізде өте қатаң кесте болды. Біз бір күнімізді де Құран оқудан бос жібермейтінбіз. Өйткені бір күнді бос жіберу ол бүкіл процесті бұзып жіберетін. Сол себептен де біз бір күнді де бос жібермейтінбіз. Біз қатаң тәртіппен жүріп отырдық. Әуелі мен Құранды оқитынмын, кейін бірнеше уақыт жаттайтынмын. Одан кейін ойынға да көңіл бөлетінмін. Теледидар көруге, ойындарды ойнауға және дене іс-қимылмен жасалатын жаттығуларды жасауға бірнеше уақыт бөлінетін. Оның барлығы да есептеулі және күндізгі уақытта болатын. Анам маған әр нәрсеге уақыт бөліп қоятын. Мені тек қана үйге отырғызып, қамап қойып, Құран жаттатқызып қана қоймайтын. Менде ойын ойнауға, теледидар көруге, дене жаттығуларын жасауға арнайы уақыт болатын. Алайда Құраннан қандай да бір кемшіліктер кететін болса, маған тыйым салынатын. Яғни маған Құран тапсыруда қандай да бір кемшіліктер жібермеу керек. Ал кете қалған жағдайда маған теледидар көруге тыйым салынатын. Анам осылайша мені ынталандырып отыратын. Әрбір күнімізді босқа жібермейміз. Ал сенің анаң, сенің Құран жаттауға қызығушылығыңды қалай сақтап қала алды? Өйткен себебі Құран жаттау оңай емес. 45-50 жасқа келіп те Құран жаттап жүргендер бар. Ал сенің қызығушылығыңды қалай сақтап қала алды? Субханалла, бүкіл қызығушылық менің анамнан келеді. Өйткені ол Құранды өте қатты жақсы көреді. Тіпті ол Құран оқыған кезде де оның көзінен жас тоқтамайды. Бірақ бұл мені таңғалдырмайды. Өйткені мен Эфиопияға 4 рет бардым атам үшін, яғни анамның әкесіне. Және субханалла, ол күніне Құранды тек қана адамдармен сөйлесу үшін, және намаз оқу үшін, тамақ жеу үшін және ұйықтау үшін ғана тоқтатады. Ал қалған уақыттың барлығында Құран оқумен және зікір айтумен отырады. Және ол одан еш уақытта жалықпайды. Біз оның не үшін жалықпайтындығына таңғалатынбыз. Субханалла, менің анам Құранды өте қатты жақсы көреді. Және оның сондай махаббатын көре тұра мен өзім айтамын. Егер анам менің Құранды осылай жақсы көрсе, мен де оны жақсы көруім керекпін. Ол маған әрдайым үлгі болатын. Оның Құранға деген махаббаты маған да берілді. Ол әрдайым менен өскен кезде кім болатын сұрайтын. Ал мен ғалым болам. Өскенде кім боласың? Дәрігер болам. Өскенде кім боласың? Құран жаттаушы хафиз болам деймін. Ал мен қазір Аллаға шүкір Құранды жаттаған хафиз болдым. Бұның барлығы да менің анамның арқасында, оның жасаған іс-әрекеттері мен сөздерінің арқасында. Менің қызығушылығымды сақтаған осы нәрсе. Ал егер сіз Құранды тек Рамазан айында ғана оқитын болсаңыз, онда балаларда да бұған қызығушылық болмайды. Олар үшін Құран жаттау екінші орынға қалып қояды. Доп ойнаудан кейін, теледидар көргеннен кейін деген секілді. Олар менің ата-анам Құранды қандай керемет оқиды,
немесе менің ата-анам Құран оқыған кезде көздеріне неге жас ағады деп ойланбайтын болады. Міне осы нәрселердің барлығы да мен үшін ынталандыратын нәрселер. Бұл менің болашақта ғалым болуыма жетелейді. Машалла, табаракалла. Бізге де жетіспей жүрген нәрселер осылар ғой. Бізге сен сияқты жастарға дем беретін жасөспірімдер жетіспейді. Сені жастардың көпшілігі тыңдайтын себепті сен оларға Құран жаттауда қандай қолдау сөздер, тілек білдірер едің? Сен оларға қандай кеңес берер едің? Ақыл кеңеске келетін болсақ, олар үшеу. Тұрақты болыңыз, еш уақытта берілмеңіз, уақытыңызды босқа жібермеңіз. Міне осы үш кеңес: тұрақты болыңыз және еш уақытта берілмеңіз. Бір күніңізді болса да Құран жаттаудан бос жібермеңіз. Аз-аздан болса да Құран жаттаңыз және еш уақытта берілмеңіз. Егер сіз бір беріліп қойсаңыз, барлығы құрдымға кетеді. Мысалы, мен 4 күн бойы Құран оқып жүрсем де, анама Құран тапсыруға келген кезде өзімнің не айтып жатқанымды да түсінбейтінмін. Мен өз-өзіме соңына дейін тұрып беремін деп уәде беретінмін және аптаның соңында барлығын тапсырып, апта ортасында ешқандай қиындық болмаған сияқты сезініп отыратынмын. Алла тағала сенің анаңа нұрын жауғызсын. Қарап отырсақ, сенің анаң ерекше жан секілді. Қазіргі уақытта дәл солай өз баласына тәрбиелеуде аса көңіл бөлетін аналарды аз кездестіреміз. Қазір бізді қарап отырған барша аналар сенің анаңнан үлгі алады деген үміттеміз. Субханалла. Қазір біз құдды бір сахабалардың өмірінен әңгіме тыңдап отырған сияқтымыз. Қазіргі кезде осындай аналардың біздің арамызда бар екендігіне Аллаға шүкір, әлемдердің Раббысына шүкір. Менің анам әрдайым бір ұстаныммен жүретін. Менің оған да екі сөзім де бар. Ол сөз: балаларыңызды Құранға үйретіңіздер. Ал Құран қалған нәрсенің бәрін өзі үйретеді. Менің анам маған еш уақытта репетитор жалдаған емес. Менің ағылшыныма, математикама және басқа да мектеп сабақтарыма көмектеспейтін. Бірақ Аллаға шүкір, мен 4-ші және 5-ші сыныпта мектептегі жылдың ең үздік қорытынды бағалармен аяқтадым. Анам маған тек Құранды ғана үйретті. Ал қалған сабақтарды маған Алла тағаланың өзі көмектесті. Ағылшын тілі, математика және басқа сабақтардың барлығынан да үздік болдым. Менің анама менің мектептегі сабақтарыма уайымдамаса да болады. Ешқандай репетитор керек емес, ешқандай көмекте керек емес. Ал анам маған тек қана Құранды ғана үйретті. Машалла, сен қазір өзіңнің қатарындағыларды ғана емес, үлкендерді де шабыттандырып жатырсың. Соның ішінде мені де.